Армысыңдар ағайындар. Всем общий привет. Бүгін мынадай бір қысқаша ролик жасап қояйын. Соңғы кездерде уақыт таршылығынан бейнеролик жасауға мүмкіндік болмай жүр. Дегенмен бір айтқым келген әңгіме бар. Соны қысқаша бөлісейін. Өлең деген сөздің мағынасын қалай түсінесіңдер? Қазақтар өлең деп жырдың бір түрін айтады. Немесе тақпақпен әнді. Тарихта өлең деп өзенді атайды. Ежелгі қазақтар мен түркі халықтары өлең сөзін өзенді ағысты атау үшін қолданған. Яғни өлең сөзі өзен деген мағынамен байланысты. Мысалы, Шыңғысханның шешесінің есімі тарихта өлең деп жазылады. Бірақ кейбір тарихшылар, әсіресе орыс және еуропалық зерттеушілер бұл есімді бұрмалап ойылун деп жазады. Ал қазақ деректерінде, мысалы Қазбек Таусарұлының кітабында оның аты өлең деп анық көрсетілген. Өлең. Бұл сөз түркі халықтарының аңыздарымен де байланысты. Мысалы, кейбір аңыздарда түркілер шығу тарихын айтқанда бұғыны келтіреді. Бұғы, олень немесе мать олениха деп аталады. Бұл түркі халықтарының Шыңғысханды өздерінің ханы ретінде, ал анасын бүкіл халықтың шешесі ретінде қабылдауынан шыққан. Осылайша өлең есімі аңыздарда өзгеріп, әр түрлі нұсқада айтыла бастаған. Сонымен орысшаға өлең сөзі олень деп кірген сияқты. Міне мына жазбаларды оқыңдар, сөздеріме дәлел болсын. Тағы бір дәлел Алматы маңындағы Қаскелең өзені. Бұл өзен ежелде Қасқа өлең деп аталған. Оны Қазбек Таусарұл кітабында солай жазады. Қаскелең деген қасқайып ағып жатқан өзен деген мағынамен аталған. Уақыт өте келе бұл атау Қаскелең болып өзгерген. Сол сияқты Іле өзенінің де бастапқы атауы өлең болған деген өз ойым бар, менің өз пікірім. Іле деген өзенді бұрын өлең деп атаған сияқты. Бірақ уақыт өте келіп, өлең іле боп, үң әрпін жоғалтып, өзгеріп кеткен сияқты. Сонымен іле боп қалды. Менің ойымша Шыңғысханның шешесі Жетісу өңірінде Іле өзенінің маңында туған болуы мүмкін. Сондықтан оған өлең есімі қойылған. Бұл есім өзенмен байланысты және сол өңірдің табиғатына сәйкес келеді. Шыңғысханның әкесі Есукей Қоңырат тайпасының көсеміне құда түскенде осы өңірден келін алған болуы ықтимал. Себебі Жетісуда Қоңыраттар мен жалайырлар көршілес өмір сүрген. Бұл менің болжамым. Әрине бұл мәселе әлі де зерттеуді қажет етеді. Келешек зерттеушілер осыған назар аударып ойланса деймін.
түркі халықтарының аңыздары уақыт өте өзгеріске ұшыраған, сөздерінің мағынасы бұрмаланған. Мысалы, өлең сөзі өзенді білдірсе, балық деген сөзді ұмытып бүгін қала деп жүрміз. Бұрын қала деген сөзді ежелгі түркілер балық деп атаған. Мысалы, хан балық деп Астананы, яғни хан тұратын қаланы атаған. Сол сияқты Шыңғысхан туралы аңыздар да ұрпақтан ұрпаққа жеткенде өзгеріп, ертегі сияқты қабылдана бастаған. Осыған қоса мен Есіл өзенінің атауын айтып кетейін. Қазақтар қазір орыстар Ишим деп жүрген өзенді өзінше дұрыс емес деп түзетіп, қазақша Есіл дұрысы деп атайды. Ишим емес, Есіл деп. Мен де басында солай ойлағанмын. Бірақ тереңірек тарихты зерттеп, дұрысы Есім деп байладым. Есіл емес, Есім. Себебі Есім ханмен байланысы бар бұл атаудың. Есім ханның атын осы өзенге байлап қойған сияқты. Осы өзен жағасында дүниеге келген бе әбден ықтимал. Ал Есім түркі диалекттерінде Ешім немесе Ишим боп естіледі. Қазақтар Есім дейді, қырғыздар Ишим деп айтар еді деп ойлаймын. Татарлар да Ишим деп атап жүрген сияқты. Сондықтан Есіл емес, Есім дұрысы, Есім. Немесе Ишим, Ишим. Ал одан да терең тарихты бойласақ, Есім деген ат ежелдің Естем Қағанның атымен байланысы бар. Естем Истемей деген 7 ғасырдағы батыс түрк қағанатының ханы болған. Ол да осы өңірде қазақ жерінде өмір сүрген тарихи тұлға. Осы әңгімені тыңдап, ойланып, пікірлеріңізді жазыңыздар. Бұл зерттеушілерге ойды жұмсайтын, ойлататын азық болсын. Сау болыңыздар.